Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты пісіреміз. Бізге ең алдымен ет қажет. Мен қойдың етін қолданамын. Кез келген етті қолдануға болады. Және де қойдың басын асамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, себебі етті қалай пісіру керектігін және де қамырын қалай илеу керек, тұздығын қалай жасау керектігімен бөлісеміз сіздермен. Алдымен еттерімізді алып, жақсылап жуып, салқын суға салып, қайнатамыз, қазанымызға салып. Қажет еттерді алып аламыз осылай. Сөйтіп, жақсылап жуып алып, суымызға салып, қазанымызға салып қайнатып аламыз. Мінекей қазанымызда етіміз баяу отта қайнап жатыр. Мен қойдың бастарын осылай пакетке салып қайнатамын, себебі етке дәмі шығып кетпеу үшін. Енді еттің қамырын дайындаймыз, бешбармақтың. Осындай екі үлкен ас қасық шамада қолмен тұз саламын. Тұзының басымдау болғаны дұрыс. Енді екі зуалаға шамалап салатын мен, екі жұмыртқа, екі зуалаға. Және де екі пиала су қосамыз. Екі зуала қамырымызға. Сіздер осы заттарды екі еселеп немесе кемітіп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Енді електен өткізген ұнды салып, жақсылап қамыр илейміз. Мінекей осындай тығыздықта қамыр шықты. Қаттығы билеген дұрыс. Негізі еттің қамырын осылай илеп алдық. Енді 20 минутқа тындырып қоямыз. Июғансын. Оған дейін тұздығымызды дайындаймыз. Бетін жауып қоямыз. Мінекей тұздығымызды дайындап жатырмыз. Яғни тұздығымызға пиязымызды, осындай ас көгімізді және де тәтті бұрышымыздан кішкене турадым. Әсемдік үшін. Және қайнап жатқан сорпамыздың бетіндегі майлы сорпасын алдық. Менде осындай екі зуала жасадым. Осылай дөңгелектеп дайындап қойдым. Енді қамырымызды жаямыз. Жақсылап жайып шығамыз. Ал мінекей қамырымызды жайып болдық. Енді етімізді сүзіп алып, қамырымызды салып пісіріп аламыз. Өте керемет шықты қамырды. Қазіргі сатылып жатқан мастер-класстағы қамырлардың рецепті тура дәл сондай жыртылмайтын, езілмейтін қамыр болып шықты. Мінекей етімізді сүзіп алдық. Енді қамырымызды пісіріп аламыз. Қайнап жатқан сорпамызға қамырымызды салып 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей қамырларымыз өте керемет болып қайнап жатыр. Қазір 10 минуттай қалды, сүзіп аламыз. Қамырларымызды ыдысымызға осылай сүзіп аламыз. Мінекей қойдың басы пісіп шықты. Өте керемет жұмсақ болып пісіп шыққан еттері. Мінекей қамырымызды салып болдық, үстіне еттерімізді жайғастырдық. Нағыз қазақтың ұлттық тағамы дайын болып шықты. Кешкі асқа керемет, қонақ келгенде таптырмас тағам. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.